Біз сіздерге бүкіл өмірі өз дәуірінің қиындықтарымен күреске толы болған адам жайлы айтып береміз. Ол барлық қиындықтарға төтеп беріп, бойындағы адами қасиеттерін сақтай білген, тек жеке басын ғана емес, тіпті құм басқан уақыт арасынан бір кездер ұмыт болған, аты аңызға айналған, тұтас бір қаланы құтқарған жан. Сіздер Гомердің әйгілі Илиадасына тең келетін, ұлы Троя мен атақ даңқы бірдей, және грек Троян соғысына ұқсас қайғылы тағдырға душар болған қала тарихымен танысасыздар. Генри Шлейман ашқан ұлы жаңалықтан кейін жүздеген жылдар өте біздің кейіпкеріміз қазақ жерінен өзінің Троясын табады. Бұл оқиға өзінің терең тамыры мен сонау қараханиттер дәуіріне, ұлы жібек жолындағы ұлы қалалар уақытына, тоқтаусыз қақтығыстар кезеңіне, дала хандықтарының құрылуы мен күйреулері заманына кетеді. Шүршіт тайпалары Ляо Қидан империясына қарсы көтеріліс отын тұтылды. Елде қидандар мен шүршіттер арасында шайқастар жүріп жатқанда, оңтүстік қытайлық Сун империясы дала жаулаушылары қидандарды қуып шығудың бұдан жақсы мүмкіндігі болмайтынын түсініп, Ляоға қарсы шүршіттермен одақтасады. Әскери шаралар нәтижесінде қидандар бір провинциядан кейін екінші провинцияны жоғалта бастайды. Ляо империясы құлдырау жолына түседі, ал оның одақтастары серттерін бұзып, қарсыластар жағына өтеді. Толық құлдырау қаупін сезген қидан қолбасшысы Элю Даши биліктің бір топ өкілдерімен бірге солтүстік батысқа Орхон өзенінің аңғарына қашады. Онда қидандарға адалдық танытқан соңғы тайпалар орналасқан еді. Сол жерде қатын балық бекінісінде 1124 жылы құрылтайда Элю Даши өзін Гурхан, солтүстік Ляоның халық сайлаған билеушісі деп жариялайды. Осы жерде ол қидандардың қалған бөліктерінен және оны қолдаған найман тайпаларынан күш жинады. Алайда шүршіт Сун одағына қарсы күресте жеңіске жету үшін күштері жеткіліксіз еді. Ляо империясын Қытай жерінде қалпына келтіру үшін батысқа жорық ұйымдастыру қажет болды. Оның басты мақсаты күштерін нығайту еді. Бір жыл өте 1125 жылы Ляо империясы жау соққыларына төтеп бере алмай, мүлде жоқ болды. 1129 жылы Элю Даши ұйғыр Иді құтығының жерлері арқылы қараханиттердің жеріне басып кіріп, оларды енді қарақытайлар деп атай бастады. Бұл уақытта ішкі алауыздық салдарынан қараханиттер қағанаты бірнеше ондаған жылдар бойы Селжук империясының бодандығында болатын. Қарақытайлардан туындаған қауіпке жауап ретінде Селжук қарахандар әскерлері көптеген шайқастарға қатысып, олардың шарықтау шегі 1141 жылғы Қатуан шайқасы болды. Селжук империясы крест жорықшылар мен Византиямен соғысқан батыстағы тәжірибелі әскерін жинады. Селжук сұлтаны Санжар әскерінің қарамағында 100 мың салт аттылар бар еді. Бұл әскерді ол крест жорықшыларына да теңдестірмеген еді. Ходжет пен Самарқан арасындағы Қатуан даласында екі әскер үлкен шайқасқа түсіп, қарақытайлар Селжук қарахандар әскерін толығымен жеңеді. Бұл шайқас қазіргі уақытта 12 ғасырдың ең ірі шайқас деп есептеледі. Қараханиттер мемлекеті саяси картадан жойылып, Селжук империясы Арал теңізінен Кіші Азияға дейінгі батысқа созылған көптеген бөліктерге ыдырап кетеді. Элю Даши әскері қараханиттердің астанасы Баласағұнды және Мауреннахрдың батыстағы кең алқаптарын басып алуға қол жеткізді. Үш қағанаттың жарқын астанасы Баласағұн енді Қарақытайлар мемлекетінің батыс Ляоның астанасына айналды, ал олардың одақтастары Найман тайпалары солтүстік шығыста Найман хандығын құрды.
Қатуан шайқасынан 2 жыл өткен соң, 1143 жылы Гурхан Элюдаши Қарақытайлардың солтүстік Қытайдағы билігін қалпына келтіру жоспарын жүзеге асыра алмай қайтыс болады. Оның мұрагерлігі үшін бірнеше ұрпаққа созылған ішкі сарай күресі басталып, ол жергілікті жердегі жаулап алушылардың онсыз да әлсіз билігін әлсірете түсті. 1177 жылы саяси күреспен бақталастықтың нәтижесінде Элюдашидің немересі Элюй Чулху билікке келеді. Оның билігі күрделі кезеңге сәйкес келеді. Шекаралардың бойында тоқтаусыз шайқастар жүріп жатты. Солтүстікте Қыпшақ тайпалары Сырдария бойындағы иеліктерге шабуыл жасады. Батыста Селжук империясының қирандарында пайда болған әмірліктер мен шаһарлықтар Мауреннахрдағы жоғалған жерлер мен қалаларды қайтаруға тырысты. Оңтүстікте Ғазнауилер қысым көрсетті. Бұл соғыстарда Қарақытайлар қатты шайқасты. Бірақ бір қаладан соң екіншісінен айырылды. Ұйғыр иди құттарының бір бөлігі күшейіп келе жатқан Шыңғысханның жағына шығып, жағдай тіпті қиындай түседі. Ал басқалары Қарақытайларға қарсы көтеріліс жасады. Бұрын Гурханға адал болған Мұхаммед Хорезмшах та Қарақытайлардан теріс айналып, алым-салық төлеуді тоқтатып, соғыс жариялады. 1205 жылға қарай Наймандар Шыңғысханнан жеңіліп, Найман ханның ұлы күшліктің жақтастары оңтүстік батысқа Қарақытайлардың ежелгі одақтастарына қашып келді. Қарақытайлар Гурханы күшлікті жылы қабылдады, өйткені оған кез келген жаңа күштер қажет болды. Ескі одақты нығайту үшін Элюй Чулху өз қызын күшлікке тұрмысқа берді. Көп ұзамай Гурхан күшлікке жаңа әскер жинау үшін қаржы бөліп, Оғыз Хорезмшахпен соғысуды тапсырды. Бірақ 1210 жылы күшлік өзінің күші басым екенін түсініп, Гурханға қарсы көтеріліс жасады. Көтерілістен қорыққан Гурхан Хорезмшах Мұхаммедтен көмек сұрады. Бірақ күшілікте Хорезмшахқа одақтасуды ұсынған болатын. Осы кезде күшілік Өзгентте Гурханның қазынасын басып алып, баласағұнды алуға тырысты. Бірақ Қарақытай әскерлерінен жеңілді. Сол кезде Хорезмдік Самарқандтық біріккен әскер Қарақытайлар мемлекетінің жеріне басып кірді. Хорезмшах өз ойын жүргізіп, Гурхан Элюй Чулхуға да күшілікке де одақ ұсынды. Оның әскері Баласағұнның жанына орналасты. Гурхан мен Наймандар арасында басталған шайқаста Хорезмшах Наймандарды қолдады, бірақ Мұхаммед Хорезмшахтың бірнеше жақтастары бұрынғы серіктерін сақтап, Гурхан Элюй Чулхудың жағына өтті. Бұл қарсыластардың күшін теңестірді. Талас өзендегі шайқас бір жақты нәтижемен аяқталмады, бірақ Қарақытайлардың алғы шегінің қолбасшысы тұтқынға түсті. Бұл Қарақытайлар арасында алауыздық тудырып, олар негізгі күштерімен қосылу үшін шегінді. Нәтижесінде Қарақытайлар Баласағұнға қарай шегінуге мәжбүр болды. Осы маневр кезінде Хорезмшахтың алдағы шабуылына дайындық мақсатында азық-түлік қорын толықтыру үшін Қарақытайлар өз иеліктерін тонап қиратып кетті. Қатыгез билеушіге қарсы болған Баласағұн тұрғындары Гурханды кіргізбеу үшін қақпаларын жауып, 16 күн бойы қорғанды. Олар діндар мұсылман Хорезмшах Мұхаммедтің көмекке келуін күтті. Қарақытайлардың барлық бөлімдері жиналған кезде қала көтерілісіне ашуланған Гурхан шешуші шабуыл жасады. Мұхаммед Хорезмшахтан бұрынғы шайқастарда қолға түскен 3 үнділік пілдің көмегімен Гурхан қала қақпаларын бұзып кірді. Әскер ішке кірген соң 3 күн бойы толассыз қырғын мен тонау басталды. Сөйтіп гүлденген қала өртке оранып күлге айналды. Жуайни бұл оқиғалар туралы былай деп жазды. Қылыштарын оң-солды сілтеп, олар ешкімге аяушылық танытпады. 3 күн бойы қырғын жасады. Қаза тапқандардың арасында ел құрметіне бөленген атақты 7000 адам өлтірілді. Гурхан әскері аса мол олжаға кенелді. Мұндай соққыдан кейін қала қайта қалпына келе алмады. Оны қалпына келтіру әрекеттері сәтсіздікке ұшырады. Баласағұн 15 ғасырға дейін кейбір карталарда көрсетілгенмен, кейіннен оның ізі мүлдем жойылып кетеді.
8 ғасыр өткеннен кейін баласағын туралы қайта айтыла бастайды. Оның қирандылары құм астынан аршылып, әлемге өткен ұлылығы паш етіледі. Мен Вахит Хамзаұлы Шәлекенов 1924 жылы 12 мамырда дүниеге келіппін. Дүниеге келген жерім менің Нарынқұм деген үлкен құм бар. Міне осы жерде тұрғанда 1928 жыл өздеріңізге белгілі тарихта колхоздастыру басталды. Сол колхоздастыру уақытында мен есімді жаңа біліп кеткен бала болсам керек. Ауылдың белсенділері келіп, біздің малдарымызды есепке алып, біздің семьямыз, Шәлекеновтің семьясы онша үлкен болмаған, орташа болған болу керек. 1-2 жылқы, 1 бие, 1-2 мінетін ат, 2-3 түйе, 50 шақты қой, 1-2 сауатын сиыр болу керек. Өзінің күнін өзіменен көріп жатқан орта шаруа болу керек қой. Мен сол семьядан шыққанмын ғой. Міне осы кезде біздің үйге де коллективизация келген. Үйдің малдың есебін алып, барлық малдарды сыпырып, айдап кетті. Bir ғана өгіз қалған. Әне ашаршылық басталды. 5 бала екенбіз, 5 бала. Әкеміздің отбасында. Әжеміз қайтыс болып кетті. Анам ауырып қайтыс болып кетті. 1935. Енді 5 бала менен әкем қалды. Жағдайымыз өте нашар болып кетті. Ашаршылық, адамдар өліп жатыр, қырылып. Бұрынғы қыстауымызда отырмыз. Біздің қасымызда Қарабас деген ақсақалымыз бар еді. Соның үйіне есімде қалған Қайролла деген заготовщик келіп қонған. Заготовщик тері-терсек, анау-мынау жинайды ауылдан. Соған әкем тапсырып кеткен ғой мені. Сіз мына кісіге, мына балдарыма қараңыз, мен Астраханға кеттім балық аулауға деген ғой. Ашаршылық уақыт қой, басқа жұмыс жоқ. Біздер 4 бала болып қалдық үйде. Соның ішіндегі ең естісі мен сол 10-11-дегі жасы болу керек. Төртеуміз бір үйде жаттық. Аналар жаңағы тапсырып кеткен үйдің екі ортасы 1,5 километрдей. Сол үйге барып тұрамыз. Негізінде тамақты өзіміз пісіріп ішеміз. Тамақ дегенде не? Дайын тамақ жоқ ешнәрсе. Мен Нарынқұмда ол уақытта қоян көп болды, қоян. Қоян аң ауладым мен. Тәртіптеп жаңағы заготовщикке тапсырамын терсін. Етін өзіміз жейміз. Сөйтіп қоянның жымы дейді, жолы. Сол жолына қақпан құрып тастаймыз. Түнде кешке қарсы тұра келіп тұрып, шөп жеп, жаңағы жолы менен ерсіл-қарсыл жүреді. Шөп жейді, қайтып жаңағы жолы менен жүре береді, жым менен.
сол жұбыменен жүрген жерге қақпан құрып тастаймын, сол қақпанға түсіп қалады аяғы. Аяғы түскен уақытта ол шыңғырады. Сөйтіп қоян түсіп қалады. Қоянды іздеп түлкі жүреді, түлкі. Қоянды іздеп жаңа жолменен жүреді. Сонда о да түсіп қалады қақпанға. Иә, оны ұрып аласың, келіп терісін сыпырып, заготовщикке апарып беремін. Сосын қоянның ізіменен қоянды іздеп қасқыр жүреді. Бұқадай үлкен қасқыр жүреді. Қасқыр да түсіп қалады қақпанға. Екі серіппел қақпан ғой ол. Бір күні барсам, қақпанның орны бар, қақпан жоқ. Бұлай аралап қарасам, із жоқ. Қақпанға түскен қасқыр қақпанымен секірген екен, 40 метрдей жерге секіріп түскен екен. Сеппеменен бәрін. Содан кейін қақпан сүйреп кете берген. Менің қолымда таяқ. Өзім 10 жастағы баламын. Жаңағы ізбенен келе жатырмын. Қасқырдың ізіменен. Қасқыр екенін білдім, ана табаны әртүрлі болады. Иттің табаны узкий болады. Қасқырдың табаны жалпағырақ болады. Ит емес, қасқыр екенін білдім мен. Көрдің бе? Соны айыра білгенім ғой. Баратыр, қасқыр бір жерден екінші жерге, үшінші жерге, бірақ та қан ағыпты. Қан ағып баратыр. Себебі қақпан қиып баратыр аяғы. Бір уақытта сеппенен темір үзіліп кеткен, қақпанның тек өзі ғана қасқырдың аяғында. Сөйтіп бір үлкен ойға кірді. Ол төбе, ортасы қалың шөппенен өскен жер ғой ол. Кірген ізі бар да шыққан ізі жоқ. Қасқыр көрінбейді. Сосын нағашым бар еді бір 10 шақты километр жерде. Соған жүгіріп бардым. Барып едім. Шай ішейін деп атқан екен. Осындай қадим деген нағашым. Қасқыр түсіпті, мынандай жерге пәлен деген төбеніңге барды. Олар біледі ғой барлық төбені. Кірген ізі бар да шыққан ізі жоқ, сол жерде жатқан болу керек. Қалың қамыстық іші. Дедім. Атты алып кел деді. Атты алып келіп ерттедім. Мылтығын қолына алып, екеуміз жаңа жерге жүрдік. Ол атпенен бүлкілдеп отырады, жүріп. Мен жаяу жүреді. Атқа мінгестеп айтпайды маған. Жүріп келіп жаңа жерге келдік қой. Аттан түсіп, қара жатқан шығар деді. Ол аттан түсті. Мен әне жатыр дедім. Көзі көрініп, бүйтіп жатқан екен, қасқыр. Мылтығын алып, сол жерде оқтап, дәрі салып, патыра салып, оқтап, анандай сашнигін қойып, соғызын көздеп атыр. Бір уақытта пұрқ ете түсті, мылтық қасқырдың басына тиіпті. Қасқыр қақпан-мақпанымен бізге қарсы секіріп, менің алдыма келіп құлады. Мен таяқпенен ұрып атырмын, сөйтіп өлтірдік қой. Батыр ғой. Сөйтіп, аттың үстіне қасқырды екеуміз азар көтеріп салдық. Содан кейін ол атына мініп алды, қасқыр менен екеу. Мен баяғыдай жүгіріп отырдым қасында. Келіп, қасқырды сойып, терісін керіп, беріп кеттім. Сөйтіп күн көріп жүрдік қой. Сонда 4 баламыз. 2 қарындасым, 1 інім, мен 4-іміз ғой. Мені сөйтіп жүргенде, 1 інім менен қарындасым жаңа жерде өліп қалды, қайтыс болды. Үлкен апамыз нағашымызға еріп Астраханға кетіп қалған. Қабира Хамзенова деген ең үлкен апамыз. Нағашым көшіп Қарабайлыға кеткенде артынан қалмай жылап сол арбасына мініп кеткен. Содан нағашымыз Астраханның түбінде Қарабайлыға еліне барғаннан кейін
Астрахандағы педагогический училищеге оқуға түсірген ғой. 38 жыл біткеріп, сол педучилищеде оқыған жігітке тұрмысқа шығып, Қарақалпаққа 3 жылға комсомол ғой. Договорменен мұғалім етіп берген ғой. 38 жылы. Екеуміз қалдық. Bir қарындасым, Нәбира деген. Екеуміз қалдық. Екеумізді әкеміз бір нағашым айтып, маған балдарым жеткеріп бер деген ғой. Біздерді сояққа апарып жеткеріп берді. Балбекен деген енесі сауда істейді екен. Сол түйесіне мінгізіп, 1-2 күн жүріп, Ордаға барып, Орданың ар жағында сайқыннан темір жолға арқылы Астраханға бардық қой. Сол жерде маған 38 жылы ба куәлік алып берді ғой маған, куәлік. Ол бұрын документ болмаған ғой. Менің жасым 24 жылы болмау керек, 21 жылы болу керек. Атам айтатын, сенің жылың мешін дейді, мешін. 98-99-да болуым керек қазір. Сөйтіп жүргенде әкем заготскоптың қойын бақты. Мен соған жәрдем беріп жүрдім. 38 жылы апам бізді тауып алып, өзіменен бірге жездем екеуі мені Астраханға алып келіп тұрып, моншаға түсіріп, киіндіріп, шаш таразыға алып барып, шаштарымды алып, өзіменен бірге түсірген ғой марқұм, мені жездем, Қариполла деген. Сөйтіп өзіменен бірге Қарақалпақтан алып келді ғой, 38 жылы. Содан кейін әкемді көшіріп алып келді, 39 жылы. Жаңағы мектептің қарауылы болды олар. Осылайша отбасы қайта қауышады, ал бала Уахит Шалекенов мектепке оқуға барады. Барлық қиындықтар артта қалғандай көрінгенімен, тағдырдың сынақтары әлде аяқталған жоқ еді. Көп замай Ұлы Отан соғысы басталып, 1942 жылы әкесі Хамза Шалекенов қайтыс болады. Таудан тасты төмен қарап домалантып, ескерткіш болсын деп, үстіне ескерткіш орнаттым. Таудан. Түйеменен суды төменнен шығарып, жоғарыдағы молаға алып келіп, сол моланың ішінен әкеме жаңағы белгі таудың тасынан қалап белгі өсіріп қойдым. Ол қазір барма жоқ, есімде жоқ, білмеймін. Көп болды, қазір ол жерде ел жоқ. Құразыған дала, себебі Арал теңізінің жағасы ғой, Арал құрып кеткен қазір. Сол жылы 3 айдан кейін 19 жасында Уахит Шалекенов Қызыл армия қатарына шақырылады. Наманғанда ол жаяу әскер училищесінде 6 айлық оқудан өтеді. 1943 жылдың ақпанында кіші лейтенант шенін алып соғысқа аттанады. Оның алғашқы жиналу орны Воронеж қаласы болды. Воронеж қаласын несінен өтіп, жол менен үлкен. Асфальттермен жол ғой, сонымен өтіп, орманның ішіменен. Әрі қарап кетіп баратырмыз. Қар еріп жатыр. Сасық. Демал албайсың. Өліп жатқан адам көрінбейді. Қардың астында жатыр ғой. Ой, сол есімде қалыпты. Сол орманнан өткенше жаңағы сасық иістерді келіп, сол орманнан өттік ары қарата. Сөйтіп тұрып үлкен құлазыған далаға кірдік. Сөйтіп сол Курский Орловский доға қарап кеткен екенбіз ғой. Содан бара бердік. Сол 43 жылдың июнь айында бір үлкен өзеннің жағасына келіп, тоқтап брендаждар қаздық. Танк өте алмайтын өткен брендаждар қаздық. Өзіміздің жүгіретін брендаждарымызды қаздық. Соғысқа дайындалып жатырмыз да. Сөйтіп август айының басында соғыс басталды ғой. Летний наступление дейді, Курский, Орловский событие дейді. Екі жақта қатты дайындалған ғой. Алда танкілер бір-бірімен түйісіп атты. Жанып, өртеніп атты. Екіншіден артиллерия ұрып тұр, екі жақтан. Ана жақтан да, мына жақтан да. Үшіншіден самолет жоғарыдан бомбалап атыр. Осы қырғынға қатыстық. Мен олда командир взводтың помощнигі болдым. Командир взводым лейтенант еді.
өзбек. Біздің дивизия 229 дивизия ғой деймін. 366 полк. 53 степная армия под руководством Конева. Ол уақытта генерал-полковник екен, кейін маршал болды ғой, Конев. Коневтің басшылығы астында сол тренировка істеп жатырмыз ғой. Соғысқа кірісіп кеттік. Түніменен жүріп, бір үлкен емес бір орманнан өте бергенде, сол күтіп атқан екен біздерді. Бізді келіп тұрып, айда ұрдық. Минометтен кейін артиллерия, әртүрлі калибрдегі. Содан кейін бомба ғой. Ол артиллерия менен минометпен атқан уақытта өз солдаттарымызды өзімізді үйреткенбіз ғой. Алға ұмтылу керек. Бұрынғы точканы ұра береді, сен алға өтіп кетесің. Үлгіресің ба, үлгірмейсің ба, ететті ба, өзіңнің жұмысы ғой. Сөйтіп бізді атады, олар қашады. Шегінеді кейін. Атқан жерін алып, территорияны оны кейін қуа бересің ғой. Сөйтіп жүргенде командир взводым басынан осколка тиіп жаралы болды. Өзбек ол да өзбек еді. Көпшілігі өзбек еді менде. Өзбектің тілінде жақсы білмеймін ғой мен. Сол орысша білмеймін, орысша бір нәрсе деп айтатын болдым керек енді. Орыстың тілінен де мықты емеспін ғой, қайдам. Орысты көрмеген адаммын ғой бұрын. Сөйтіп жүріп, дегерек Россияның Старый Оскол, Новый Оскол, Белгород деген ірі қалаларын асау айтаттық немістерден. Немістерден азат етіп, ол қалаларды иелеп, алға ұмтылып, Дергаши деген бір үлкен село бар екен. Сол Дергашиде қатты соғыс болды. Немістер солға мықты бекемдері алған екен. Сол соғыста бір 2-3 күн соғысып, Харьковқа кірдік. Харьковте үлкен соғыс болды. Харьковтың 3-ші рет освобождать етілген ғой. Бұрын 2 рет алынып, қайта неміс басып алған екен ғой. Қирап қалған қала екен, оның үстіне қирады. Сөйтіп тұрып, Харьковский тракторный заводтың ар жағында, сол қаланың ішінде мен жаралы болдым ғой. Сол жаралы болғаннан осколочный жаралы болып, тыйылға кеттім. Алдыменен бір полевой госпитальға алып келіп, онда бір күн ба, 2 күн болып, одан кейін тыйылдағы бір үлкен госпитальға алып келіп, осындай бір 5-6 жігіт жиналдық. Соның ішінде Таразы қаласының баласы екен. Біздерді Таразыға бір пойыздан 2-ші пойызға мініп, бір вагоннан 2-ші вагонға мініп келе бердік қой. Сөйтіп Таразға келдік. Таразда оның үйі бар екен. Ата-анасы қарсы алып біздерді, ой, сондай құрметтеп қарсы алды Тараз. Бірақ та баяғы жара ранені жазылмаған, қанағат, ұйықтатпайды. Қолымды, аяғымды ақсап басып, қолымды бетіп ұстап жүрім. Сөйтсем, құрттап кеткен екен ғой, раненнейім. Ішіне құрт кіріп. Сөйтіп, жаңағы баланың үйінде 1-2 күн қондық, шыдай алмадым. Содан кейін сол жердегі госпиталь қашық емес қой. Фрунзе қалып келді, қазіргі Бішкекке. Бішкекте 10-80 деген госпиталь бар екен. Міне сол жерде емдеп, жаңағы құрттардан бәрін тазартып, содан кейін мемлекеттік комиссия келіп қарап, мені соғысқа жарамайды деп еліме қайырды да. Лейтенант дәрежесінде комиссияланған Уақит Шалекенов Қарақалпақстанға қайтады. Ол Қызыл жұлдыз, 1-ші және 2-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордендерімен, сондай-ақ 15 шақты медальмен марапатталды. Соғыс әлі де жүріп жатқан кезет. Ал біздің кейіпкеріміз өзі оқыған мектепке әскери жетекші болып жұмысқа орналасты.
1944-1948 жылдар аралығында Уахит Шалекенов еңбек ете жүріп, Нүкіс қаласындағы Қарақалпақ мемлекеттік педагогика институтының тарих факультетінде оқиды. Оны аяқтағаннан кейін 2 жыл Қарақалпақ облыстық партия комитетінің лекторы болып жұмыс істейді, және 1950 жылы Москвадағы Миклухо Мақлай атындағы КСРО ғылым академиясының этнография институтының аспирантурасына түседі. Москвадағы оқу кезінде ол өзінің өмірлік жары Мадис Құсан қызын кезіктіреді. Москваға командировкаға кеттім бір 54 жылы. Барғадан кейін баяғы өзімнің жұмыс істеген Ленин атындағы публичный библиотека бар ғой. Соған барып жұмыс істедім. Бір қыз отыр екен. Көзім түсіп кетті. Мынау бір кім екен деп ойладым. Қаяқтан келдің деп танысып. Енді ол уақытта ол жаңа ғана сөйлесіп, сөйтіп жүрген уақыты ғой енді. Кім екенін білмем, былай қарасам, ұзын бойлы, апарық, қап-қара. Бір уақытта бір нәрсе дегенде айттым, ходите своей дорогой, не подходите ко мне деп. Жоқ, енді бір келді, 2 келді, 3 келді. Бір 4-ші күні барғанда столовыйға апарып, столовойдың ресторанын апарып. Сөйтіп екеуміздің ортамызда достық сезім пайда болып. Аландай жеңіл мінез емес, ауыр мінезі маған ұнады. Содан кейін осыған үйленсем қайтеді деген пікір туды. Содан кейін Нүкіске апама звондадым, апама. Баяғы Қарақалпақ қалып келген апам. Бір қызбен таныстым. Былай дұрыс адам ұқсайды. Қазашқа екен, Алматыдан. Образованиясы жоғарғы білім бар екен. Аспирант екен. Бойы кішілеу екен. Дедім. Маленького роста. Бойы кішілеу екен. Солай болса да, соған үйленсем деген пікір туды. Қалай қарайсың дедім. Апам айтты. О да менің үйленгенім жақсы көріп жүр ғой. Көңіл қонаса үйлен айналайын, үйлен деді. Содан кейін предложение істедім. Қай күні? Есіңізде ме сол? Есімде жоқ, бір күні істедім ғой. Аспирантурада оққан жылдары Уахит Шалекенов танымал шығыстанушы академик Сергей Павлович Толстовтың жетекшілігімен бірнеше жыл бойы Хорезмдік археологиялық экспедициясына қатысады. Бұл экспедиция 1937 жылдан 1991 жылға дейін созылған 20 ғасырдағы ең елеулі ғылыми экспедицияларының бірі болатын. Археологиялық этнографиялық экспедицияларда жүргізген зерттеулері Уахит Шалекеновтың алғашқы монографиялық еңбектері болады. Соның негізінде 1953 жылы ол кандидаттық диссертация қорғап, 1967 жылы тарих ғылымдарының докторы дәрежесін алады. 20 жыл бойы Өзбек КСР ғылым академиясының археология және этнография секторының басшысы болып жұмыс істеді. Осылайша біздің кейіпкер Қарақалпақстанның аумағында өткен Тоқтау, Мектер қала, Қуаныш қала, Мұздахан кесенесі сияқты ескерткіштерді зерттеуге арналған археологиялық экспедицияларға қатысады. Осы жылдарда Уахит аға жинаған тәжірибе оның шеберлігін шыңдай түсті. Қарапайым адамдар алдындағы төмпешікке мән бермей қасынан өтіп кетсе, ал тәжірибелі археолог одан ірі көне қаланың ізін көре білді. Сонымен қатар, осы көне қалаларды зерттей келе профессор археология мен кеңестік дәуірдегі академиялық қауымдастықтың түркі халықтарының шаруашылық салттарына қатысты жалпы ғылыми константалардың бір-біріне қарама-қайшы келетінін байқайды. Осы кездер түркілерді өркениетке қатысы жоқ, олар қалалар салмайтын жай көшпелілер болған деп санаған. Ал ғалым болса, экспедиция барысында көне кездерде суарылған жазықтар мен су диірмендерін, яғни аграрлық ауыл шаруашылығының іздерін көрді.
Оның зерттемелері бойынша шаруашылық түрі біріншіден табиғат пен ауа райы жағдайларына байланысты дамыған, әрі су қорларының бар екендігіне және вегетативті кезеңнің ұзақтығына байланысты болған. Десек те ол жылдары профессорға ескі қағида бойынша қатып қалған ғылыми қауымдастықпен тапқан дәлелдемелері жайлы ойын ашық айту қиын еді. 60 жылдардың соңына таман Өзбек КСР-ында құжаттардағы ұлт жазбасын өзгерту тенденциясы пайда болды. Мемлекеттің көп азаматтарын олардың ұлтына қарамастан өзбек деп жаза бастайды. Бұл кездер Уахит Шалекенов, атақты ғалым, тарих ғылымдарының докторы, көптеген тарихи зерттемелердің авторы, археологияда мол тәжірибесі бар маман, отағасы, екі ұлдың әкесі болатын. Бұл жағдай ғалымның отанға оралу туралы байырғы арманын оятып, оны бұрынғы жылы жерінен, үйреншікті тұрмыс салтынан бас тартуға, сөйтіп өзінің атамекеніне қайтуға бел буғызды. Шет жерде өзімнің елімден 40 жылдай өмір сүріппін. Қазір 50-ге жақындап қалдым. Есім бар уақытында Қазақстанға келейін деген ой туды. 69 жылдың аяғында бастадым. 70 жылы кетуге ойладым. Қарақалпақтар жібермеймін деді. Қарақалпақтың обкомының бірінші хатшысы менің бұрынғы бірге оқыған достым еді. Камалов Қалыбек деген қазірде бар. Жібермеді. Ақыршында айттым. Қалыбек дедім, жібермесең де кетемін дедім. Партиядан шығып қалсам да кетемін дедім. Себебі дедім, Шымкентте педагогический институттың конкурстан өттім дедім. Ақыршында идеология хатшысына айтыпты, барса бара берсін депті да. Сөйтіп 70 жылы ауысып Шымкентке келдім. Содан кейін Алкей Хақаныш Марғұланмен таныс едім. Алкей Хақаныш Марғұлан 1973 жылы мені өзі келіп Шымкенттен алып кетті. Центральный Казахстанский археологический экспедиция қатынас деп. Сөйтіп, сол экспедицияға қатынастым 73 жылы. Содан кейін жаңа Темірбековпенен Жолдасбеков мына Қазгудың ректоры дос екен. Менің археолог этнограф екенімді біліпті да айтыпты. Менде этнография ашылып жатыр. Қадір жоқ. Сен не қыласың оны? Маған жібер деген ғой. 1973 жылы конкурспенен қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне кіріп, алдыменен 1 айдай ма, 2 айдай ма профессор болдым, артынан зап кафедра болдым. Бір күні маған айтты, шақырып алып, декан едім. Москвадан қағаз келіп деді, высшее среднее образованиядан. Үлкен университеттерде археологиялық базалар түзілу керек деген деді. Сонда практика өтетін болу керек студенттер деді. Мен айттым, академик Бернштамның қол астында практика өтіп едім дедім. Оңтүстік Қазақстанда 52 жыл дедім. Сонда көрген ескерткіштерім бар еді. Соларды көріп шығайын дедім. Ішінен бір тәуірі болса алайық, аралап шық деді. Машина берді. Сөйтіп тұрып Шу ауданына бардым. 1973 жылы. Сол жердегі ескерткіштерді көрдім. Содан кейін Калинин колхозы деген колхоз бар екен. Соның территориясында Ақтөбе деген деді. Калинин колхозының бастығына келіп, біздің жерімізде Ақтөбе деген қала бар деді. Соны ертең көреміз деді. Көрсем, үлкен бір төбе, жердің бетінен биіктігі 25 метр. Жазғы уақытта август айынан бастап басына шөп өсіп кеткен. Сол шөптер қорап, анау аппақ төбе болып жатады. Халықтар Ақтөбе деп кеткен ғой. Ол жасалмалы ат қой. Міне сөйтіп, жаңағы Ақтөбеге шығып, төбенің басына шықтық. Басына шығып қарасам, 1000 сан төбе.
Ғылыми қазба орнына жергілікті төбе Ақтөбенің аты берілді. Бірақ ол кезде табылған объектінің қандай қала екендігі әлі белгісіз еді. Бұрындары бұл жерлерге көптеген атақты тарихшылар, археологтар мен шығыстанушылар келген болатын. Олар өз жазбаларында жер астында көне қаланың қалдықтары бар екенін айтса да, ол жерде қазба жұмыстары жүргізілмеген еді. 1893 жылдан бастап бұл жерлерде Василий Владимирович Бартоль, 1938-1939 жылдары Александр Натанович Бернштам өз зерттеулерін жүргізген, және басқа да ғалымдар Ақтөбеге келіп тұрған. Бірақ келіп кеткендер өз зерттемелерінде бұл қандай қалашық екенін айқындай алмады. Бірақ 1974 жылы оның барлығы өзгереді. Ірі қаланың іздерін тапқан профессор Уахит Шалекенов бұл орынды ғылыми база етіп, уақыт созбай жұмысқа кіріседі. Алғаш кезде оңай болмады. Жағдай жоқтығынан бірінші археологиялық маусым бүкіл экспедиция тобының дизентерияға шалдығумен аяқталады. Содан кейін базаның орнында палаткалар қойылып, киіз үйлер тігіліп, кейінірек Қазақ мемлекеттік университетінің ректоры Өмірбек Жолдасбековке барлық жағдайы бар археологиялық базаны салып беру туралы Уахит Шалекенов өтініш айтыпты. Осылайша көп ұзамай ыңғайлы студенттік үйлер пайда болып, оған жылда археологиялық тәжірибе өту үшін Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетінің студенттері келе бастайды. Қаланы зерттеудегі алғашқы жұмыс оның көлемін, стратиграфиясын, ең үлкен төбесін қазудан басталды. Төбенің кей жерлері 5-9 метр биіктікке жетті. Яғни оның астында көне қорғанның мұнаралары бар болуы мүмкін еді. Негізінен құрылыс қазба жұмыстары қаланың орталық бөлігінде, цитаделінде жүргізілді. Жалпы қала Орта Азия қалалары секілді 3 бөліктен тұрады. Цитадель, яғни хан билеушілер отыратын, одан кейін Шахристан, әскербасылар, байлар, солар, одан кейін көп қалаларда Рабат десе, бұл Ақтөбенің бір ерекшелігі, бұнда Рабат емес, оның орны шаруашылық аймағы жатыр. Шаруашылық аймағы дегеніміз бұл жерде бау-бақша өсіргендігі белгілі. Біздің түрік халқының тарихын жазуда евросентристер, соның ішінде орыс центристері, Ресей центристері. Біздің тарихымызды бұрмалап жіберген. Өтірікті шындай, шынды Құдай ұрғандай етіп тұрып жазғанда, шындықты бұрмалап жіберген. Сондықтан біздерді бұрынғы әдебиеттерде, қазіргі әдебиеттерде де көшпенді халық дейді. Қазақтар соның ішінде әсіресе нағыз көшпенді қазақтар дейді. Себебі ол малды көп өсіреді дейді. 4 түлік малды көп өсіреді. Жер менен балық кәсіп, басқа кәсіптерді мен айналыспайды дейді. Бұл бүткіл шындыққа жатпайтын нәрсе. Шындыққа жатпайтын нәрсе. Себебі қазір әсіресе 20-шы ғасыр, 19-20 ғасырда әсіресе археология деген ғылым тарихқа төңкеріс істеді. Революция делала в истории человечества. Бұрын бізге белгісіз ескерткіштерді тауып, одан шыққан жәдігерлерге қарай отырып, қазір біздің халқымыздың тарихын ежелгіден бастап тарихымыз қандай болған жазатын деректер жеткілікті қазір. Алғашқы дәуір деген бұл тас дәуірі. Содан кейін қола дәуірі, содан кейін темір орта ғасыр дәуірі, содан кейін жаңа дәуір. Міне,
5 формацияны басынан өткөрүп отырған қазіргі дүниежүзінің халықтары. Осы 5 формацияның бәрінде біздің түрік халықтары Орталық Азияны мекендеген бастан өткөрген. Оны дәлелдейтін жаңағы археологиялық, антропологиялық және этнологиялық деректер. Оған қосымша миллиондаған жазба деректер бар. Жаңа бұл жиналған бай өте деректерге негізделіп, шынайы тарихымызды жазатын уақыт келді. Археологиялық әр жаңа маусым үлкен жаңалықтар алып келді. Бастапқы зерттеудің өзі бұл қаланың Қорған, Шахристан мен Рабаттан тұрғанын байқатты. Көне заман қалдықтары оларды жоғары қала өркениеті мен сәулеткерлікке жатқызуға болатынын көрсетіп тұрды. Ол заманның құрылысшылары қышты да, балшық кірпішті де, өте төзімді күйдірілген кірпішті де пайдаланған. Ең маңызды құрылымдар жоғары сапалы күйдірілген кірпіштен салынған. Бекініс қабырғаларының биіктігі 4 метрден 6 метрге дейін, ал ені 18-20 метрге дейін жеткен. Қала таза ауыз сумен қамтамасыз етілген, ол үшін дамыған құбырлар желісі пайдаланылған. Олардың көпшілігі керамикалық сүзгішпен жабдықталған болатын. Бұл су жүйесінің ауқымы соншалық, тек орталық Қорған мен Шахристанда тұратын зиялы қауымды ғана емес, сонымен бірге Рабатты мекендеген қарапайым қолөнершілердің үйлерінде ауыз су мен түгел қамтыған. Шахристанның солтүстік батыс бөлігінде түгелімен сақталған 2 үлкен керамикалық пеш, және Рабаттың батысында тағы бір пеш табылған. Бұл пештер керамикалық бұйымдарды күйдіру үшін күмбез тәрізді 6 камераға бөлінген. Мұнда табылған керамикалық шайнектер, кәріз құбырлары, ыдыстар, шамдар және тағы басқа заттардың сынықтарының бәрі осы пештерде жасалғанын оңай түсінуге болады. Одан кейін құдықтар, қолөнер шеберханалары мен қыш шеберханалары табылды. Сарайда бірнеше тандыр пештер бар үлкен ас үй бөлмесі орналасқан екен. Шығыс бөлігінде монша болған. Оның көлемі 9-3 метр. Күйдірілген кірпіштен салынған монша еденді жылытатындай етіп жасалған. Төменгі қабатта от жағу орны, солтүстік жағында суды жылытуға арналған үлкен қазандығы бар пеш болыпты. Моншаның еденінің өзі шығысқа қарай сәл еңістеу, ал шығыс қабырға бойымен лас суды ағызатын кәріз құбыр ойластырылған. Моншаның өзі ішкі жағынан сәндік тақталармен безендірілген, оның алдыңғы бөлігі қанық түстер палитрасының әртүрлі өрнектермен әшекейленген. Мұнда табылған көптеген олжалар Алматы қаласының орталық мемлекеттік мұражайы мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің археология мұражайының көрмесіне қойылды. Қазандар мен қыш дөңгелектер, құмыралар мен түрлі түсті әшекейленген шыныдан жасалған ыдыстар, табақтар мен шырақтар, иіргіштер, қаржы есеп шоттар мен шылым шегетін қорқор, тіпті бүгінгі күнге дейін сақталған көптеген сармай қалдықтары бар ыдыстарда жер астынан шығарылды. Жоғары қабаттардан табылған олжалар Қарахан дәуіріне жатады, ал төменгі бұрынғы қабаттардан табылған заттар Түргеш заманына тиісті болды. Бұл қаланың бірнеше мәдени, тарихи дәуірлерді қамтығанын көрсетеді. Шахристан екі нысанның бір бөлігінен Түргеш және Қараханиттер дәуірінің ортасында тік бұрышты тесіктері бар 5000 қола тиыны, тиындер жасауға арналған мыс және мәрмәр мөрлер, сондай-ақ мыс таразылар табылды. Тұтас монеталардың жанында қола монеталардың дайындамалары да жатты. Бұл табылған дүниеден білетініміз,
Мұнда кезінде ақша сарайы болғаны аңғарылды. Айта кету керек, тиындар басқа қалаларды қазу кезінде бұрында табылған болатын, алайда бұндай ауқымды олжа алғаш рет Ақтөбеде кезігіп отыр. Қалашықтың ауқымдылығы соншалық оның шекарасын белгілеп, жоспарын қағазға түсіру өте қиынға соқты. Сол себепті аэрофото түсірілім жасалып, қаражат тапшылығына байланысты оны өткізу ұзақ уақыт бойы мүмкін болмады. Бұл мәселеде Қазақ КСР азамат авиация басқармасы бастығының бірінші орынбасары Тұрысқали Мәдіғожаұлы үлкен көмек көрсетті. Уақит ағаның табылған қалашық туралы әңгімелеріне тәнті болған ол, КСРО қарулы күштерінің бас штабына өтініш жазып, оң жауап алуға қол жеткізді. 1980 жылдың 5 мамырында Уақит Шалекеновтің алғашқы экспедициясынан 6 жыл өткеннен кейін Ил-14 ұшағынан Ақтөбе қалашығының аэрофото суреті түсірілді. Кейіннен профессор Тұрысқали Мәдіғожаұлының ізгі ниет көмегіне алғыс білдіріп, кітабында ұшқышқа арнап алғыс сөздер жазылды. Уақит Шалекенов ұйымдастырған бұл аэрофото түсірілім Қазақстанның археология ғылымы тарихындағы алғашқы және соңғы аэрофото түсірілім болды. Оның маңыздылығында баға жоқ, өйткені олар қалашықтың үлкен ауқымын танып түсінуге көмектесті. Суреттер бойынша толық сараптама дайындалды. Қалашықтың орталық бөлігі 70 шаршы шақырымды құрайтыны анықталды. Бұл салыстырмалы түрде айтқанда 74 шаршы шақырым Талдықорған қаласының көлемімен бірдей. Суретте хан сарайының қираған жерлері, кесенелер мен күрделі кешенді құрылыстар, сумен жабдықтау желілері мен бекініс қабырғалары жақсы бейнеленген. Егістіктерді суаруға арналған ирригациялық арналардан әлі күнге дейін су диірмендерін қозғалысқа алып келетін диірмен тастарын табуға болады. Аэрофото түсірілім бойынша танымал маман, әскери топограф Константин Валентинович Шишкин қаланың жалпы айналасын, оған іргелес жатқан тұрғын жерлерді, сондай халықтың салыстырмалы түрдегі саны туралы талдамалар жасады. Бүгінде Орта Азияның орта ғасырлық қалалары үшінде қолданылатын орта ғасырлық таяу шығыс қалаларының халқына қатысты жалпы қабылданған ғылыми деректер бар. Орта ғасырдағы таяу шығыс қалаларында 1 гектар жерге 500-ге дейін адам тұра алады, ал Ақтөбенің орталық бөлігі 70 гектар жерді алып жатыр. Мұндай жағдайда қаланың осы бөлігінде 350 мыңға дейін адам тұрған деп болжамдалды. Тұрғын үй құрылысының аудан тығыздығы 1000 гектар, яғни бұл тағы 250 мың тұрғын деген сөз. Ақтөбедегі суармалы жердің ауданы 1,5 мың гектарды құрады. 1 гектар суармалы егістік 50 адамға дейін өмір сүруді қамтамасыз ете алады, яғни қаланың бұл бөлігінде тағы да 75 мың адам тіршілік еткен. Осылайша Константин Шишкиннің пікірінше, қала маңындағы 150 мың гектар жерді есепке алмағанның өзінде Ақтөбеде 675 мыңға жуық адам тұрған. Көптеген тарихшылар Константин Шишкиннің демографиялық көрсеткіштерін әлі күнге дейін тым жоғары деп есептейді. Алайда орта ғасырлық қалалық алаңдардың квадратурасына сүйене отырып, халық санын есептеуді жүйелендіру аса қолға алынбаған. Екінші жағынан, бұл деректер бірінші хан әулеті Қытай хроникасына қайшы келмейді. Онда Самарқанд қаласының саны Қаңлы хандығы дәуірінде анық сипатталған және 120 мың отбасын, адам саны 600 мың адамды құраған. Ал Дайюан қаласы тұрғындарының саны Ферғана қаласы бұрын осылайша аталған 300 мың болған. Қытай хроникаларын ескерсек, Константин Шишкиннің есептеулері шындыққа жақын екенін көруге болады. Қалай болғанда да Ақтөбенің ауқымы орасан зор және халық саны жоғары болуы ықтимал. Заттардың салыстырмалы талдауына қарағанда, қаланың 5-13 ғасырлар аралығында өмір сүргенін көрсетеді. Ал бұл дегеніңіз Түргеш, Қарлұқ және Қараханиттер қағанаттарының 8 ғасырлық тарихы. Бұл ретте заттар Ақтөбе қалашығын
және оны ежелгі заманның белгілі бір қаласымен сәйкестендіруге көмектесе алатын анықтамалар берген жоқ. Бірақ бір нәрсе анық болды. Бұл түркі мемлекеттерінің гүлдену кезеңін қамтыған және белгісіз жағдайларда тіршілігін тоқтатқан ірі дамыған қала еді. Қаланың осыншама халқы қайда кеткенінде құпия болып қалды. 1982 жылы қорғанның солтүстік шығыс бөлігінде 5 үй жайдың қазба жұмыстары жүргізілді. Олардың барлығы да ағаш жабындылардан қалған, қалыңдығы жарты метрдей күл және көмір қабатымен жабылған болатын. Бұл жерде үлкен өрт болғанын байқауға болады. Кейінгі зерттеулер көрсетіп жатыр, тағы қаладан бір ерекшелігі, көбінесе күрегіңіз жерге түссе болды, бүтін ыдыстар көп шығады, бүтін күйінде. Бұл орта ғасыр үшін бүтін ыдыстардың көп кездесуі бір ерекше жағдай. Себебі ол кезде сондай өндіріс орындарының соншалықты үлкен болмауынан ол күнделікті тұрмыста пайдаланатын ыдыс аяқтарының да олар соншалықты көп болмады. Яғни халық көшкен кезде оны бірге алып кету керек болды. Аманда көбінесе сол жерде бүтін күйінде кездеседі. Бұл дегеніміз мүмкін қалада бір ауру болды ма екен, қала халқы көшіп кетті ме екен, ол алдыдағы зерттеулер көрсетеді. Қаланың қайғылы оқиғасының жарқын дәлелдерінің бірі Шахристан 2А нысаны болды. Нысанды зерттеу барысында ғимараттың өзара қосылған 13 бөлмеден тұрғанын және 3 қабаты болғаны анықталды. Үстіңгі қабаттағы 3 бөлмені зерттеу арқылы онда ауқатты отбасы тұрғаны аңғарылды. Алайда бұл бөлмелердің бәрі де күлге толы болды. Жер асты суларының жақын орнасуына байланысты төменгі қабаттарды зерттеу қиынға түсті. Дегенмен жоғарғы қабаттарды зерттеу барысында саз бен темірден жасалған ыдыстар, сондай адамдардың сүйектері табылды. Үй жайдың қабырғасына қадалған темір жебе ұштары жиі кездеседі. Күл басқан және адам сүйектер бар бөлмелердің табылуы және бекініс қабырғаларына қадалған жебе ұштары бұл жерде әскери қақтығыс орын алып, өрт болып, адамдар қатыгездікпен өлтірілгенін аңғартты. Бұл оқиғалардың салдары қайғылы болғандығы соншалық, қаза тапқан адамдардың мәйіттері сарайдан шығарылып жерленбеген. Өрт қаланы күлге айналдырып, ал мәйіттер жүздеген жылдар бойы сол күлдің астында қалған. Біздің өлкемізде соғыстан зардап шеккен көне қалалар аз емес, бірақ олардың көпшілігі тұрғындармен қалпына келтірілді. Ал бұл жерде жағдай басқаша еді. Осы және басқа да бірінен соң бірі табылған жаңа деректер Ақтөбе қалашығын идентификациялау бойынша сұрақтар тізімін азайта түсті. Тағы бірнеше жұмбақтың жауабын табу қажет болды. Түркі мұсылман әлемінің белгілі ғалымдары, оның ішінде Әл-Хорезми, Әл-Мағдиси, Махмуд Қашқари және басқа да көптеген ғалымдар қалдырған түркі қалалары туралы жазба дерек көздер құпиялардың шымылдығын ашуға көмектесті. Профессордың назары Махмуд Қашқаридің еңбектеріндегі Баласағұн қаласы туралы қалдырған мәліметтеріне түсті. Баласағұн қаласы жөнінде көптеген шығыстың ғалымдары тоқталған, соның ішінде айрықша көп мән берген Махмуд Қашқари. Баласағұн қаласында талай рет болған өзі. Талай рет өзі жаяу жүріп деректер жинаған ғой. Түрік тілінің ерекшелігі жөнінде, тарихы жөнінде. Өзінің түрік сөздігі кітабында көп айтылған Баласағұн Ұлы Жібек жолындағы жаңағы Тасөткіл деген Шу өзенінен өтетін жердегі мен жалғасып отырған үлкен ертедегі қала. Махмуд Қашқаридің круглый картасы бар. Ататүрік деген кітабында берілген круглый картасы бар. Сол круглый картасында Баласағұнды беріп, Баласағұн 7-ші климатты жасайды. Таудың арасындағы қала деп жазып кеткен. Ақтөбенің орналасуы мен Баласағұнның орналасуы арасында көптеген ұқсастықтар болды. Осы ұқсастықтарды растау үшін жергілікті топонимдер мен гидронимдерге назар аударуға мүмкіндік беретін жергілікті халықтың этнографиялық сауалнамасы ұйымдастырылды. Бұл Ақтөбенің қасында деді,
Әулиетау деген тау бар деді. Тасөткіл деген жерде деді, тау Әулиетау деп аталады деді. Осы күнге дейін деді. Оны ертеде Баласагон тауы деп атаған деді. Сосын дедім, Бақыртау деген тау бар деді. Мына жағында тұрған деді. Ол жерден ерте заманнан бастап қола, темір, мыс өндірілген жер деді. Содан кейін деді, Меркеден төмен қарап ағатын Жон арық деген арық бар деді. Ол Жон арық деді, жонның үстіменен, жон деген төбе ғой мынандай. Мынандай төбе. Мынаның үстіменен Ойтал өзеніне, мына Ойталдан мына төбенің үстіменен төмен қарап қазып, шуға құйдырып қойған арық екен ғой. Содан бастап тұрып мен этнографический экспедиция ұйымдастырдым. Жаңағы Әулиетауын таптым. Ол жөнінде деректерді жинадым көп. Бақыртауды таптым. Бақыртау әлі тұр. Үлкен қазір экспедициялық орталық. Содан кейін Жон арықты таптым. Жон арықтың русласын суретке алдым. Сосын әдебиеттен қарасам, осының бәрі әдебиетте жазылған екен. Махмұд Қашқари өзінің түрік сөздігі деген кітабында. Жаңағы айтқан объекттер Баласагон қаласының қасында деп жазып кеткен екен. Енді Баласагон деген ой келді. Алайда бұл жерде тарихнамалық қарама-қайшылықтар туды. Бұған дейін айтылғандай, бұл аймаққа көптеген зерттеушілер келген болатын. Көбісі қызықтыратын ештеңе таппай, Ақтөбе маңынан өтіп, мұнда шамал ғана зерттеулер жүргізген. Олардың назарын өңірдің басқа да тарихи нысандары, соның ішінде Қырғызстандағы Ақбешім және Бурана қалашықтары аударды. Онда сақталған көптеген орта ғасырлық құрылыстар қызығушылыққа ие еді. Осылайша 1938-39 жылдары археолог, шығыстанушы, тарих ғылымдарының докторы Александр Натанович Бернштам Ақбешім қалашығының рабатын қазып, екі барлау Шуровтың алшақтығын анықтау барысында мәдени қабаттар туралы деректер алды. Қазба жұмыстар барысында табылған олжалар, оған Ақбешім қалашығы көптеген археологтар жүздеген жылдар бойы іздестіріп келген көне Баласағұн қаласы деп болжам жасауға мүмкіндік берді. Ғалымның бұл болжамы сенсацияның ізін қуған бүкіл кеңестік ғылыми тарихи әдебиеттер мен карталарда таралды. Александр Бернштамның археологиялық тобында болғанын, кейін өзінің аға әріптесінің пікірін ұстанған тарих ғылымдарының докторы Леонид Романович Кызласов бірнеше жылдан кейін Александр Бернштамның пікірін тексеруге шешім қабылдады. 1953-1954 жылдары Леонид Кызласов Ақбешім қалашығын қазуға кіретін тарихи ескерткіштерді зерттеу бойынша 2 жылдық ауқымды археологиялық экспедиция өткізді. Бұл қазба жұмыстары туралы Леонид Кызласов 86 беттік мақаласында егжей-тегжейлі сипаттамасымен баяндап береді. Біз фильмде негізгі дәлелдермен шектелеміз. Егер Александр Бернштам экспедициясы кезінде небәрі 2 барлау шурфы жасалса, Леонид Кызласов экспедициясы 5 барлау шурфын қазып анық көрініске ие болады. Ақбешім қамалының өлшемі тым қарапайым және шикі кірпіштен тұрғызылғаны анықталды. Қабырғалардың жалпы ұзындығы 850 метр, ал қазба аумағынан табылған олжалардың өздері 5-10 ғасырларға жатады. Бұл Ақбешім қалашығы моңғол басып кіргенге дейін 300 жыл бұрын өз өмірін тоқтатқанын білдіреді. Тарихи мәліметтерге сәйкес Баласағұн 13 ғасырдағы моңғол басқыншылығының алдында жойылып, 15 ғасырға дейін жартылай қираған күйде өмір сүрген. Оған уақыт қабаттарының Қараханиттер дәуірінің мәдени қабаттарымен сәйкес келмейтіндігі аңғарылды. Қала ауқымының, оның хронологиялық кезеңінің Баласағұнмен сәйкессіздігі және мәдени іздердің жоқтығы Александр Бернштамның нұсқасын жоққа шығаруда басты айғаққа айналды. Соңында Леонид Кызласов өз мақаласында былай деп жазады. Жоғарыда айтылғандардың бәрі кезінде Василий Бартольд жасаған
Ал кейіннен оны Рабатта жүргізген қазба жұмыстары нәтижесінде 1940 жылы тапқан қара қидандық ескерткіштеріне сүйене отырып қолдаған Александр Бернштамның Ақпешім қалашығы көне баласағұн деген теориясын бүгін қабылдауымыз мүмкін емес дегіміз келеді. Жазба дерек көздеріне сәйкес 14 ғасырға дейін өмір сүрген 11-13 ғасырлардағы қараханиттердің таңғажайып астанасын тарихи баласағұнды біз басқа жерден іздеуіміз керек. Дегенмен баласағұнның Қырғызстанда орналасқандығы туралы ақпарат кеңестік кезеңде кең таралып, ғылыми ортаға қағида ретінде мықтап сіңіп кетеді. Ал бұны жоққа шығаруға талпынған Кызласовтың дәйектемесі көпшіліктің назарына аса ілінбейді, оған қоса қырғыздар жағы да бұған оң көзімен қарамады. Профессор Уахит Шалекенов қиын жағдайға тап болады. Өйткені оған ғылыми ортада тамырын терең әрі кең жайған қырғыз жеріндегі Ақпешімнің баласағұн деген теорияға қарсы шығу керек болды. Ол Ақтөбе қалашығын ежелгі баласағұн деп тану үшін қырғыз ғалымдарымен бірнеше рет ашық қақтығысқа да барды. Дегенмен біздің профессор бұл дауда қорытынды сөз айтуды өзіне қалдырды. Бұған дейін біз көне қала ауласынан табылған 5000 тиын туралы айтқан едік. Дәл осы тиындардың арасында 3 ашалы таңбасы бар үлгілер кездескен болатын. Бұл монеталарды белгілі нумизматик ғалымдар, тарих ғылымдарының кандидаты Бурнашева Райхан Зәкиқызы мен филология ғылымдарының кандидаты Смирнова Ольга Ивановна зерттеді. Олар тиындарды түркөш дәуірімен сәйкестендірді. Мамандар жасаған аудармада аспандық түргөш хақанның ақшасы деп жазылған, ал артқы жағында 3 ашалы таңбадағы символ шу деп танылған. Алайда шу сөзінің мағынасы түсініксіз болды. Осы монеталарды зерттеген нумизматтардың өздері бұған байланысты нақты жауап бермеді. Уахит Шалекенов тағы да Дивани лұғат ат-түркке жүгініп, Махмуд Қашқаридің Баласағұн қаласының негізін қалаушы Шу есімді жас билеуші болған туралы мәліметін табады. Қашқари қала атауының дефинициясында берген. Ол екі сөзден тұрады: бала және сағұн. Түргөштердің билеушісінің титулы. Осыдан келіп Шу билеушісі қаланың негізін қалаушы және ол жас болғандықтан қаланы жас билеушінің қаласы бала сағұн деп атаған белгілі болады. Сондықтан монеталарды соғу кезінде барлық уақытта кең таралған тәжірибе бойынша ақша шығарылған елдің билеушісінің портретін бейнелеген немесе атын жазған. Баласағұнның бірінші билеушісі Шудың атымен шыққан монеталар Ақтөбедегі ақша сарайында жасап шығарылған болса, демек Ақтөбе бұл Баласағұн. Ақпешімнің Баласағұн емес екеніне қазір уже дәлелденді. Енді қырғыз аңқ ете алмайды. Менің міне былтырдың алдыңғы жылы Баласағұнның 1000 жылдығына арналған үлкен конференция өтті. Бізге ректор басқарды. Қырғыздың вице-президенті келіп, тарихшылар келді. Біреуі қарсы сөз айтылмады ғой. Айтылған жоқ. Көз іші айттым ғой мен. Сендер бұны дедім, дәлелделмейсіңдер дедім. Енді жаңағы біздің тапқан Баласағұн қаласында патшаның тұратын бөлмелерін, моншаларын, алаңын, кіретін қоттарын аштық. Енді соның қасынан библиотекасын ашуымыз керек. Юсуп Баласағұнның жұмыс істеген библиотекасын ашуымыз керек. Кітапхананы іздеу Уахит Шалекенов экспедициясының алғашқы сапарынан бірнеше жыл бұрын туындаған жағдайлармен күрделенді. 1967-1968 жылдары Жамбыл облысының суару шаруашылығы Ақсу өзенінде су қоймасын салу мақсатында жер қазу жұмыстарына кірісті. Алдын ала археологиялық сараптама жүргізілмеу салдарынан негізгі соққы Шахристанның едәуір бөлігіне түскен. Шахристан зардап шекті, ал бұл қаланың жүрегі және кез келген ежелгі қаланы зерттеу үшін аса құнды. Шахристанның мәдени қабаты бульдозермен тереңдігі 1 метр қопарылған. Рабатты екіге бөліп ұзындығы 3 шақырым, ені 100-150 метр арна қазылған.
Бұл жұмыстың барысында археологиялық олжалар анықтала бастағандықтан, басшылық құрылысты тоқтата тұруды ұйғарады. Профессор мұнда алғаш рет 1974 жылы келгенде, қалашық жер қазу жұмыстарынан қатты зақымданған еді. Бірақ бұл мәселенің басы ғана болатын. Жергілікті билікпен құрылысшылардың салғырттығынан және біліксіздігіне қарамастан, су қоймасын салу жөніндегі жұмыстар тоқтатылған жоқ. Ақсу су қоймасы қалайда салынуы тиіс болды. Профессор нысанның сақталу үшін ұзақ жылдар күресті. Ол облыс әкімшілігінің табалдырығын тоздырып, тарихи ескерткішті қорғауға жергілікті халықты тартуға тырысты. Алайда шешім жоғары деңгейде қабылданған және бұл жобаға мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаржының бір бөлігі игерілген еді. 1978-1979 жылдары бөгеттің құрылысы аяқталған кезде Ақсу өзені су қоймасына жіберіліп, Шахристанның бір бөлігі толығымен су астында қалды. Су астында қалған дүниені дер кезінде зерттеу мүмкін болмады. Құнды жазба ескерткіштері бар кітапханада су астына кетті ме деп ғалым қатты мазаланды. Өкінішке орай, археологтар өз қызметтерінде тарихи ескерткіштер мен құндылықтарға деген немқұрайдылықпен, вандализммен, тонаулармен жиі кездеседі. Бұндай жағымсыз жайт профессордың алдынан Баласағұнның Шахристандағы мұнараның қалдығын қазған кезде шықты. Цитадельдің солтүстік батыс жағынан мына минаретінің мына жағы табылды. Қазір барсаңыз көресіңдер. 8 қырлы осьмигранный фундамент. Мына жағын адамдар бұзып алып кеткен. Жер астындағысы мынаусы қалған. Мынау жердің астынан біздің аршып шыққанымыз тап мынаның өзі өзі болып тұр. Баласағүнде тұр, төбесі жабылған. Сосын мынаның төңірегінде бас мешіт болған. И мы с ним ездили 3 года назад. Мне некогда было, я 15 лет был проректором, но он всегда ко мне приходил, подписывал командировочные на экспедицию и говорил: в апреле, говорит, я уже дома не могу, меня уже тянет на раскопки. И мы с ним были. Вот я когда с ним были, и он 2 часа пока ходил, показывал Баласагун. Я вижу, уже 94 или 95 лет ему. С какими глазами рассказывал, здесь была библиотека, здесь был базар, здесь был. И он говорил о том, что есть трубопроводы для подачи воды и более широкие трубы керамические, это канализация. Понимаете? Вот он доказал, и это доказано. И, конечно, я думаю, что в рамках Рухани Жаңғыру что-то там сделали, но его надо продолжать. 1974 жылы археологиялық базаны ұйымдастыру үшін объектіні іздестіру ретінде басталған экспедиция ғылымда тек сенсациялық жаңалық жасап қоймай, біздің кейіпкеріміздің бүкіл өмірінің басты ісіне айналды.
көктеммен бірге келетін археологиялық экспедициялардың жаңа маусымы, жаңалық ашуға деген ұмтылысы оны қайта-қайта баласағұнға шақырып тұрды. Мүмкін бұл ғасырлар қойнауынан жеткен ата-бабалар үні де болған шығар. Ол ашаршылық кезімен, соғыс жылдарындағыдай, сол уақыттың қиратушы тылсым күшімен өзіне тән қайсарлықпен күресуге тырысты. Ғалымның өзіне деген адалдығына көне қалада қайран қалғандай. Уақит ағаға жер қойнауында сақталған құпиялар бірінен соң бірі өз құшағын аша бастады. Бүгінде баласағұнда табылған жәдігерлердің көбін Алматы қаласының орталық мемлекеттік мұражайында, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің Уақит Шалекенов атындағы этнология мұражайында, сондай-ақ Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінде тамашалауға болады. Ғалымның арқасында Орталық Азияда алғаш рет студенттер үшін археологиялық тәжірибе жүргізуге арналған университеттік база пайда болды. Онда оларға қатарда қаланы емес, үш түркі қағанатының астанасы баласағұнды зерттеуге бірегей мүмкіндік берілді. 2014 жылы қала ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілді. Осындай археологиялық деректердің негізінде Баласағұн қаласы екені дәлелденді. Бұл Баласағұн қаласының орналасқан жері біздер үшін үлкен айрықша мәні. Қазақтың жерінде орналасуы. Әйтпесе, бұл памятник, бұл қала түрік халқына ортақ қала. Барлық түрік халқының мәдени орталығының бірі деп атау керек. Бұл өзбекке де, қырғызға да, тағы басқа да түрік тілінде сөйлейтін халықтардың ескерткіші мыналардың барлығы. Профессор 2019 жылы 95 жасында онкологиялық ауруға шалдыққаны анықталғанға дейін 46 жыл бойы баласағұнды құм астынан аршып шығарып тоқтаусыз зерттеді. Уақытының өте аз қалғанын сезінген ғалым қаланы болашақта зерттеуге көмектесе алатын барлық мәліметтерді келер ұрпаққа жеткізу үшін үзіліссіз сұхбат беріп үздіксіз жұмыс істеді. Осындай күндердің бірінде Уақит аға өзінің ішкі сырларын шертіп былай деген еді. 1975 жыл болу керек. Соның төңірегіндегі мал бағып жүрген малшыларменен көп әңгімелестім. Сонда бір сиыршы ақсақал маған мынандай деп сөз айтты. Мына биіктегі жаңа ғана Ақтөбе деп аталатын, біздіңше қазір Цитадель дейміз оны. Соның оңтүстігінде бір ой бар екен. Мен соны аралап жүріп жаңаға кісіден сұрадым, мына шұқыр не екен деп. Сонда ол маған айтты. Мен деді, осы бір 3-4 жыл бұрын деді, осы колхоздың сиырын бағып кетірмін деді. Қыстатамын осы жерге деді, кейбір бөлімін деді. Сондықтан мына жерді қазып, қыста қора істеу үшін қаздырдым деді. Өзімді қаздым деді. 2 метр, 3 метр жерлерге келгенде қазып дейді қораны. Бір қағаздар шыға берді деді. Қағаз шыққаннан кейін тоқтаттым деді. Бұл не қағаз екен? Содан кейін сол жерді тегістеп, сиырдың қорасын істедім деді. Соған үлкен мән бермеппін. Содан бастап қазуым керек екен. Әні қазамыз, міне қазамыз деп, әлі күнге шейін сол шұқырды жаңағы айтқан адамның айтқаным есімнен кетпейді. Бұдан бір 2-3 жыл бұрын бір барғанда айттым. Давай мына шұқырды қазыңдар. Осындай адам айтқан. Оның сенбей өзі қайтыс болып кетті. Ұрпақтары колхозда отыр ғой. Может быть, бір кітапты көмген жер ма? Сосын олар шұқыр қазды да 1,5 метрдей, 1 метрдей қазды да қойды қазір. Енді келесі жылы қазамыз деп. Әлі қазбай жатыр. Сол жер, мен ойласам, енді Цитадельдің құрылысы қазір белгілі болды ғой. Бұл жер өзі Цитадельдің шығыс
оңтүстігі. Жарықтың жақсы түсетін жағы. Кітапханаларға, сосын баспаханаларға өте қолайлы жер. Сондықтан бұл осы қаланың кітапханасы болу керек. Сол жерде енді қаздыру керек, кең көлемде. Ол жерден бірнеше бөлмелер шығады. Сосын бөлмелердің алдында алаң болады. Шұқыр жерде жатыр. Шұқыр жер сол алаң ғой, топырақ толып кеткен. Алаңын аршып, жаңағы бөлмелердің жатқан қалдықтарын ашса, сол кітапхана сол жерден табылады деп ойлаймын. Бұл алдағы іс, сол кітапхананы сол жерден табуға болады деп деген үмітім бар. Осы жерде кітапхана болуы мүмкін деген аймаққа 2008 жылы толық қазба жүргізіп өттім мен. Бірақ кітапхана ашылмады, ол жерден құрылыстың орындары ашылды. Әсіресе 9-10 ғасырларға жататын құрылыстың орны ашылды. Үлкен аумақта. 2020 жылдың маусым айында Уахит аға денсаулығына қарамастан 96 жасында COVID-19 пандемиясы етек жайған кезде Баласағұнға тағы бір барып қайтуға бел буған. Мұнысы ескі досымен қоштасуға асыққаны болар. Келер жылы мен бұл жерге келмеймін деді күрсініп Уахит аға. Сол жылдың 18 қарашасында Уахит аға дүние салды. Бүкіл өмірін тың деректер іздеуге арнап, оларды тиянақты зерттеген, Ақтөбенің таңғажайып Баласағұн қаласы екенін дәлелдеп, бізге болашақ ұрпаққа ол өте маңызды аманат қалдырды. Баласағұнда әлі зерттелетін дүниелер көп, қазба жұмыстары да аяқталмаған. Қаржы тапшылығына байланысты әлі күнге дейін бұл тарихи ескерткіш толығымен зерттелген жоқ. Ал уақыт болса, өз ретімен еш тоқтаусыз алға асуда. Ол өз құдіретімен жер бетінен адам түгілі бүкіл қалалар мен өркениеттердің іздерін жояды. Ғимараттардың қабырғалары жыл сайын жауын шашын мен еріген сумен шайылып жатыр. Ал кеше ғана Уахит ағаның қасында болып, алғашқы археологиялық экспедицияларына аттанған студенттер бүгіндері аға буын азаматтар. Баласағұнның табылуы біздің халқымыздың тарихы үшін орасан зор рухани мәнге ие. Әр бұл ғылыми жаңалықтың құндылығы соншалық, ол жалпы түркі әлемінің өркениеттік тұғырнамасына жаңаша көзқарас алып келді десек артық болмайды. Мақалалар мен монографиялар түрінде жинақталған жүздеген еңбектерінде Уахит аға бүкіл түркі әлемі өзінің өткенін қайта таразылап, бұрмаланған тарихын қалпына келтіруге мүмкіндік беретін бағалы деректер қалдырды. Оның құрметіне Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университеті Шәлекенов оқулары атты ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырып келеді. Онда тарихшылар мен археологтар өткенімізді зерттеудегі жаңа жетістіктер туралы баяндамалар жасайды. Ол ғылымның туын желбіреткен көптеген шәкірттерді тәрбиелеп шығарды. Олардың арасында өзінің туған ұлдары медицина саласында еңбек етіп жүрген Болат және әкесінің жолын қуған Мұрат та бар. Самое главное увлечение это была его работа, он очень был предан, он не уставал от нее, от истории. Но он может уставать физически, уставал как-то, тогда он переключался. И вторым его было, любимым инструментом была лопата. Вот он нас сам ходил, нас заставлял, мы ходили с ним выбирать на рынок или в магазин с кабинных изделий, выбирали лопаты, он там говорил, эти лопаты для земляных работ, это лопаты для сыпучих веществ, это лопаты другие, третьи, десятые, он все знал о них, и кипень, лопату, и все, что касается земельных работ, и вообще он любил инструменты, топоры и все вот эти вещи, любил заниматься хозяйством, и все рассказывал. А детям он всегда рассказывал так, как это и нам еще, это начиналось еще, нам рассказывал, потом нашим детям рассказывал, как он охотился на зайцев.
Ну, конечно, там был с долей вымысла, но он ловил их, говорит, на селки, говорит, но байка, говорит, которую мы привлекали, он говорит, что я выискивал эти заячьи тропы, на них ставил кирпич, сверху клал морковку, а морковку густо посыпал красным перцем. Он говорит, заяц приходит, начинает нюхать морковку, попадает перец, начинает чихать и стукается кирпич головой а кирпич, и у него кровоизлияние. Таким образом я их, говорит, собирал. Но на самом деле, говорит, это были селки, но всегда он их ставил. Он знал о них очень много. Если он что-то собирался узнать, он знал очень глубоко исследовать этот вопрос. Вот это его отличительная черта была. Мы всегда, да, с Булатом чтим то, что нас отец наставлял. Вот, ни криком, ни бранью. Он все время нам объяснял собственным примером того, чтобы мы на этих примерах учились сами. И учили, да, вот без крика, без шума, без каких-то там порицаний своих детей. Так мы и продолжаем просто-напросто воспитывать своих детей. Жалпы экспедицияға бірге барған кезде әрбір табылған дүниеге, әрбір ашылған құрылысқа ерекше бір қуанатын. Өмірінің соңына үшін ол кісінің уайымы болды. Ары қарай баласағұн Ақтөбе қаласының арғы тағдыры, өмірі қалай болады. Ол кісінің тағы да үнемі ойында жүретін кітапхананы ашу болды. Бәлкім бір күні Баласағұнның көне кітапханасы да табылар. Онда әлемге бұрын белгісіз болып келген Махмұд Қашқаридің жаңа дивандары, Юсуп Баласағұнидің жаңа біліктері бар шығар. Жер қойнауында Уахит аға табуды армандаған, бірақ үлгермеген, көне заман жайлы біраз ақпарат беретін жазбалар әлде жасырын жатыр. Бір күні оларда Баласағұнның басты қазынасын әлемге танытатын батыл да еңбекқор профессорын кездестіреді.